Бағаны дұрыс көрсетпеген кезде не істеу керек? Мысалы, біз тауар сатып атқан болайық, реализация товар и услуг. Мысалы, алфавит қазақшаны таңдайық, және мына жерде баға дұрыс көрсетпей тұр, иә? Мысалы, 1200 теңгеден сатуым керек біз, бірақ 1000 теңге деп көрсетіп тұр. Оны табу үшін, яғни 1200-ге ауыстыру үшін, мына жерде алфавит қазақша дегенді копировать ете аламыз. Копировать ету үшін Ctrl сыны басамыз. Мына жерде продажа, ары қарай номенклатура. Мына жерде отчеты деген бар, соны ведомостный склад басамыз. Ары қарай мына батырманы басамыз да өзіміздің товар, жаңа копировать етіп алған товарымызды осы жерге қоямыз. Вставить, сформировать дейміз. Алфавит қазақша осының үстіне басамыз да период деген басамыз. Қай уақытта келген, барлығын көрсетіп тұрады. Енді біз поступлениялардың ішіне кіріп қойған бағаларды тексереміз. Себебі біз поступленияға баға қоямыз. Әр поступленияға. Мысалы, поступление кіреміз, связан документті таңдаймыз да, мына жерде кішкене күтейік, загрузка болып жатыр. Установка цен номенклатурасын көреміз. Мысалы, екі установка цен номенклатура бар екен. Біріншісіне кіріп, мына жерге бір әріпті басамызды қайтарып, үстіне Ctrl-V деп қоямыз. Сол кезде өзіміздің ненің үстіне барады, документтің үстіне барады, товардың үстіне барады. Мына жерде 1200 деп өзгертеміз. 1200. Енді мына жерде перепроводка жасаймыз, яғни қайта проводка жасаймыз да. Енді тексеріп көрейік, қайтадан барып тексеріп көрейік. Алфавит қазақшаның үстіне барып 2 мәрте бассақ, бізде 1200 теңге көрсетіп тұр. Баға ауысты.